Аманкүл апа жалғыз ұлы Бауыржанды өмірінің мәні, тіршілігінің өзегі етіп өсірді. Ерінің ерте дүние салуы жүрегіне ауыр жара салып, сол күннен бастап бар үмітін, бар қуатын осы бір сәбиіне арнады. Қайғысын ішке бүгіп, көз жасын жастығына емес, көрпесіне сіңіріп, талай түндерді кірпік ілмей өткізген шақтары аз болмады. Бірақ баласының бір жымиысы, анам деп маңдайын иығына тигізген бір сәті, мың күннің қуанышына татитын. Сол бір сәбидің аңқау күлкісінен, балапан демінен, жылы алақанынан күш алып, жалғыздықпен тұрмыстың тауқыметіне мойымады. Күн артынан күн, жыл артынан жыл сырғып өте берді. Кешегі анашым, ертегі айтып берші деп құшағына тығылатын балапан бүгінде 30-дың белесіне шыққан, білікті, орнықты азамат. Жұрт мақтайтындай жылы жүзді, сөзі мен ісі жарасқан жігіт. Бірақ Аманкүл апа үшін ол әлі де болса, құшағына сыйып кететін сәби күйінде. Үйлену туралы әңгімені естісе болды, жүрегі дір ете қалады. Басқа бір қызға сеніп, соның қолына қарап, соның дайындаған асын ішіп, соның сөзін тыңдайды деген ойдың өзі көңілін күптетеді. Бұл ойдың өзі аналық жүрекке біз тыққандай еді. Бауыржан оның өмірінің жалғыз жарығы, тіршілігінің мағынасы. Оны басқа біреумен бөлісу жүрегін екіге жарып бергенмен тең еді. Баламның шайын мендей ешкім демдемейді деп ойлайды кейде Аманкүл апа ішінен. Көңілінде тынымсыз мазасыз ойлар қайнап жатады. Оның жаны мендей ұға алатын кім бар дейсің? Бейуақта шай ішкісі келіп қалса ше. Келін ұйқылы ояу, қабағын түйіп еріне жауап беріп жатса ше. Тамағы дәмсіз, сөзі көңілсіз болса ше. Баламның көңілін табу оңай шаруа емес. Мен ғана білемін оның мінезін, аңғарымпаз ішкі күйін деген күдік пен қамқорлық аралас ойлар оның жүрегін құрсаулап тастап еді. Жалғыз ұлды алақанында әлдилеп өсірген ананың жан дүниесінде келін түсіру қуаныш емес, айырылу сезіммен ұштасқан күрделі сынақ еді. Өзі ешқашан дауыстап айтпағанымен іштей. Келін келсе, мен шетке ысырылып қаламын. Баяғыдай шайымды аңсап, сөзімді тыңдайтын жан болмай қалар деген үрей үшін жеп бітірді. Кейде Бауыржан бір бой жеткен туралы сөз бастай қалса, Аманкүл апаның жанары бұлдырай түсіп, жүрегі дір ете қалады. Ол үндемейді, бірақ күлкісі семіп, қабағы кірбің тартады. Ұлының отбасы болуына қарсы емес, тек ол жерде өзі жоқ болатын күндерге дайын емес еді. Анашым, менің де өз отбасым болғанын қаламайсыз ба? Дегенде, Аманкүл көзіне жас үйіріле, үнсіз жалт қарайды. Сол жанардан сен мені тастап кетпейсің бе деген үміт пен қорқыныш қатар сырғып өтетін. Ол ұлын өмірге әкелгенімен, еркіндік емес, өз құшағында қалатын, үнемі жанынан табылатын бақытты етіп тәрбиелегендей. Бауыржан оның өмірінің соңғы жұбанышы, тіршілігінің шырағы. Аманкүлдің қызғанышы ішкі күйзелістің, жанайқайдың көрінісі еді. Ол шын мәнінде қызғанып емес, жалғыздықтан қорқып, ішкі мұңына тығыла сөйлейтін. Қарттықтың тыныштығынан бұрын, анашым деп келетін, маңдайынан сипайтын бір ғана жанға, ұлына зәру еді. Ағайын туыста қарап жатпады. Енді 30-ға келді ғой, үй болсын, шырағым, келін түсір, немере сүй деген ақыл тілектер қарша бұрады. Бір жағынан олар да дұрыс айтқандай. Бірақ Аманкүл үшін бұл өмір бойы қорғаштап келген жүрек бөлшегін басқа жүрекке табыстау деген сөз еді. Көпшілік қысымына көнгендей болды. Бірақ жан дүниесінде дауыл. Ол ұлының бақытына қарсы емес. Тек өзі жоқ болатын болашақты елестете алмады. Келін түсетін күн жақындаған сайын үйдің іші салқын тарта бастады. Бұрынғыдай күлкіге толы күндер саябырсып үнсіздік орнаған. Үй бұрынғыдай емес, бір түрлі жат, бір түрлі бөтен тартып бара жатты. Той өтті. Ән шырқалды, зал толы қонақ, тілектер мен қошеметтер. Бірақ Аманкүлдің жүрегі үнсіз еді. Ол бәріне сырттай куә. Беташарда келіннің бетін ашқан сәтте, көзіне жас толып кері бұрылды. Көңілі, сен менің орнымды басасың деп күбірлеп тұрғандай болды. Ал Бауыржан болса, анасы мен болашақ жарының арасында тепе-теңдік орнатуға тырысты. Бірақ анасының көзіндегі кірбіңді көрген сайын жүрегі шымырлап, іштей езілетін. Өмір үнемі таңдау. Бір үйдің түтіні болу үшін бір ананың жүрегі сынақтан өтеді. Аманкүл апаның да сынағы осы еді. Келін ақ жарқын, сыпайы, тәрбиелі қыз еді. Аты да өзі сияқты нәзік, інжу, бірақ Аманкүл апа үшін бұл қасиеттердің ешқайсысы мәнсіз еді.
Қайсты жасаса да көңіліне қонбайтын Інжудің шай үстіндегі сыңғырлаған күлкісі Аманкүлдің құлағына қарғаның қарқылындай естілетін. Өйткені ол күлкіні туғызған адам ұлы Бауыржан еді. Осы үйдің төрінде дастархан басында бұрынғыдай шайын сораптап қойып, баласымен ұзақ әңгіме дүкен құратын уақыт келместің кемесіне мініп кеткендей. Енді Бауыржан мен келіні жылдам тамақтанып алып, бөлмелеріне кіріп кетеді. Ал Аманкүл сол дастархан басында жалғыз отырады. Бір үйде тұрса да, ене мен келін екі бөлек әлем. Аманкүл үшін әр таң бір күрес, әр күн орнын жоғалтқан адамның іштей арпалысы. Бұрын бәрін өзі шешетін. Енді ештеңеге араласпауы керек сияқты. Бірақ араласпай да тұра алмайды. Түнде Бауыржан мен келіншегі бөлмелерінен күліп сыбырлап сөйлесіп жатса, Аманкүл төсегінде үнсіз егіліп жатады. Мен енді бұл үйде артықпын. Ешкім емеспін. Керексізбін деген ой жастығына сіңіп кеткен көз жасымен бірге сызыла қайталана береді. Аманкүлдің бұл күйі қатыгездіктен емес. Қызғаныштың тереңінде қорқыныш, жалғыздық және өз орнын жоғалтып алған ананың шарасыз сағынышы жатты. Інжудің мінезі де, ісі де, сөзі де инабатты. Таң ата ерте тұрып ас дайындайды, енесіне шайын демдеп сүтін қосып құйып береді. Үндемей кір жуып шаң сүртіп жүреді. Апа, аяқтарыңызды уқалап берейін бе? Десе, қажет емес дейді Аманкүл қысқа қайырып. Інжудің мінсіздігі Аманкүлдің көңіліне жылы тимеді. Себебі дәл осылай елпілдеп жүргені шынайы емес, ұлының махаббатына ие болу үшін жасалып жатқан жасандылықтай көрінетін. Келін шай құйса, суып қалыпты деп шымшып өтеді. Кеспе кесе бастаса, шешесі үйретпеген бе? Қамыры езіліп кеткен дейді салқын үнмен. Үйді тап-тұйнақтай етіп жуып шықса да, бір бұрышынан мін тауып, қабағын түйіп өтеді. Таңертең келін ұйқысын ашып үлгермесе. Анам үйде осылай үйретіп беді. Келін деген ерте тұру керек. Деп тістене сөйлейді. Жаман қыз емес. Жақсы, бірақ бірдеңе жетпейді. Ол бөтен. Көшеден келген бөтен. Ұлымды менен алыстатқан бөтен дейді ішінен. Күнде кешкі шай үстінде Інжу әзілдейді, әңгіме айтады. Бірақ Аманкүл күлмейді. Ұнжырғасы түсіп қабағы сол күйі ашылмай отырады. Бір күні Аманкүл өзін ауырған адамдай ұстап төсекке жатып қалды. Іштей ұлының назарын қайта өзіне бұрғысы келген. Бірақ кешкісін жұмыстан шаршап келген Бауыржан тез тамақтанып алып ұйықтап қалды. Келіні дәрі әкеліп жастық қойып аяғын сипап жайлап демеу болуға тырысты. Түн ішінде енесінің тынысын тыңдап, маңдайынан сипап, ішінен бір күрсініп те алды. Бірақ Аманкүлдің ішкөні. Жасанды бәрі жалған. Баламның алдында жақсы көрінгісі келеді деп ішінен бәле іздеп жатты. Бауыржан бұрын анасымен бөлісетін жаңалықтарды енді келініне айтады. Бұрын анасының туған күніне алып келетін бір тал гүлді енді екеуіңізге деп ұсынады. Міне, келіннің сөзімен жүретін болған деп күңіреніп отырады Аманкүл. Бірде Інжу көрші апаларды шақырып шай берді. Ыстық табақ ұсынды, төрге шығарып, жайдары күйде дастархан жайды. Бәрі риза. Шіркін, келінің өз қызында екен ғой, деді көрші бір апа. Сол сәтте Аманкүлдің ішінен ызалы үн көтерілді. Келін ешқашан қыз болмайды. Ол менің ұлымды тартып алуға келген бөтен деп іштей бұртиып отырды. Ол келінін мақтамайды. Тіпті жұрт мақтаса да үнсіз. Өйткені мақтаса қабылдағаны. Ал қабылдау ұлынан алыстап бара жатқанын ойындау сияқты еді. Түн ұйқысын төрт бөлген Аманкүл апаның көкірегін өртеп бара жатқан бір ғана ой. Інжу жақсы келін. Жаман дей алмаймын. Бірақ оны жақсы көре алмай тұрмын. Ол менің орнымда алып қойды. Мен енді балама қажетсізбін. Балам жаңа өмірдің есігін ашты. Ал мен сол есіктің ар жағында қалып қойдым. Бұл жүректің үнсіз айқайы еді. Бірақ оны ешкім естімейтін. Естімек түгілі сезінбейтін де тәрізді. Кей күндері Аманкүл апа терезе алдында үнсіз отырады. Көз алдында көктемгі ағаштың жапырағы баяу тербеліп тұр. Бірақ оның ішінде күз. Күздің сұрғылт, ызғарлы, мұңды лебі. Ол баяғы күндерді сағынады. Бауыржан жұмыстан кіре сала. Анашым, мен келдім.
деп құшағын жая жүгіретін. Қазір кіре сала келіншегімен сыбырласа күліп, бұған тек бас изеп өте шығады. Бауыржан, шай ішейік десе. Қазір ғана інжумен ішіп алдық қой, анашым дейді, жай ғана. Анашым. Иә, осылай айтады. Бірақ сол сөз енді жүрекке емес, құлаққа ғана тиеді. Баяғыдай жылылық жоқ, сүйініш жоқ. Дастархан басында Аманкүл бұрын ұлының жаңалығын тыңдап, әзілге күліп, мәз болып отыратын. Қазір дастархан ұлы мен келініне арналғандай. Олардың әңгімесі жарасып, әзілдесе күлсет. Ал өзі бір бұрышта үнсіз отырып, іштей үзіліп бара жатқандай күй кешеді. Ана жүрегі күн өткен сайын алыстап бара жатқанын сезіп отыр. Бұрын баласы: анашым, менің балалық шағым туралы айтып беріңізші дейтін. Енді олай демейді. Себебі өмірінде жаңа тыңдаушы, жаңа тірек бар. Ана емес, жар. Бір кеште інжу мен Бауыржан диванда қатар отырып күліп, бір-біріне қалжың айтып отырды. Аманкүл оларға сырттай қарап, іштей қақырап бара жатты. Сол күлкіден өзі шеттеп қалғандай сезінді. Мен жоқпын. Бұлардың әлемінде менің үнім естілмейді. Үйде бармын, бірақ ешкімнің жүрегінде емеспін деп ойлады. Кештердің бірінде ұлымен оңаша қалғанда Аманкүл жай ғана сыбырлап: сен маған бұрынғыдай емессің деді. Бауыржан сәл тосылып қалды. Бұл не дегеніңіз, анашым? Деді дағдарып. Сен қатты өзгердің деп күрсінген анасы орнынан жай ғана тұрып кетті. Ұлы жауап қатпады. Көзін тайдырып төмен қарады. Өйткені оның да жүрегінде ауырлық бар еді. Ол да бұл өзгерісті сезеді. Бірақ айта алмайды. Аманкүл үйдің ортасында отыр. Бірақ өзін үнемі шетте сезінеді. Ескі суреттерді қарап отырып жылайды. Бір суретте Бауыржан кішкентай, өзі бақытты. Қазір шын өмірде бәрі үнсіз. Ұлы енді тек баласы емес, біреудің күйеуі. Бұл өмір заңы. Бірақ ана жүрегі өмірдің заңын мойындағысы келмейді. Күндер сырғып өте берді. Күз басталды. Бірақ Аманкүл апаның көңіліндегі күз әлдеқашан келген еді. Сол бір мұң, сол бір өз орнын жоғалтқан адамның ішкі күресі енді ашуға айнала бастаған. Сол күндердің бірінде, таң сәріде, інжу ас үйде шай әзірлеп жүр. Қасық салғаны сәл тарс ете қалды. Аманкүл орнынан атып тұрып: неғып тарсылдатып жүрсің? Үйді басына құлатайын деп пе едің? Деп күр етті. Інжу тосылып қалды. Кешіріңіз, апа, байқамай қалдым. Қалай байқамайсың? Тым епсісің. Бәрін қиратып біттің. Апа. Апа деме. Сенің апа дегенің де өтірік. Сенің күлкің де, сөзің де жалған. Інжу үндемей жылап жіберді. Бауыржан жұмыста. Үйде екеуі ғана. Келінің көз жасын көріп тұрып, Аманкүлдің жүрегінде бір сәтке мейірім жылт етті. Бірақ сол жылылықты ашу қайта басып тастады. Мен жылағанда кім жұбатты? Мен жалғыз жүргенде кім демеді? Деген өзегін өртеген өкпе қайта бойын биледі. Кешке Бауыржан үйге келіп анасының қабағын байқап: не болды, анашым? Деп сұрап еді. Аманкүл салқын қабақпен: әйелің үйдің аурасын бұзады. Кіріп келгеннен ақ ауа тарылып кетеді деді. Анашым, олай демеңізші. Демей қайтейін. Ол жасанды. Саған жақсы көрінгісі келеді. Сен болмасаң менің шайымды де бермейді. Тарсылдатып түк сезбей жүреді. Сол түн үнсіз, ауыр түн болды. Үйде тыныштық. Бірақ сол тыныштықтың ішінде шаншу бар еді. Кешкісін Бауыржан мен інжудің бөлмесінен ұрсысқан дауыстары шықты. Үндері көтеріліп, ашулы сөздер естілді. Аманкүл сол сәтте іштей жеңілдеп қалғандай болды. Бір түрлі рақат күй кешті. Бітті, екеуінің арасына сызат түсті. Енді Бауыржан мені қайта іздейді деп ойлады. Таң ата інжу үнсіз жүр. Күндегі шаруасын істеп жүр. Жанында жарқыраған күлкі жоқ. Дауысы баяу, көзі жасқа шыланған. Түк болмағандай жүрген келініне қарап, Аманкүлдің ашуы қайта бұрқ етті. Бірақ бұл жолы бір түрлі басқаша. Іштей бір сезім ұялағандай. Бұл қыз неге үндемейді? Неге мені кінәламайды? Неге жылап жүгіріп балама шағым айтпайды? Жауап болмаған үнсіздік Аманкүлдің ең үлкен сынағына айналып келе жатқандай.
Сен осылай мөлеп жүресің түк болмағандай. Деді Аманкүл апа кенеттен даусын көтеріп. Даусының астарында бір күннің емес, бір жылдардың, тіпті жалғыздықпен өрілген тұтас өмірдің назы, өзегіндегі запыраны бар еді. Бәленің бәрі ішіңде. Түнімен балама мені жамандап шығатын шығарсың. Сен келгелі Бауыржаным мүлде өзгеріп кетті. Жылы жүзімнің бәрі өтірік. Екі жүздісің сен. Інжудің даусы дірілдеді. Апа, мен естедім. Неге олай дейсіз? Сені өз үйімде көргім келмейді. Деді Аманкүл апа булығып. Біз балам екеуміз жап-жақсы, тыныш қана өмір сүріп жатқанбыз. Сен келіп бәрін білдірдің. Ол енді менің жағдайымды да сұрамайды. Түнде құлағына сыбырлап үйретіп жатқан сен шығарсың. Кет. Кет үйден. Кет деген соң итте кетеді. Апа, мен ешқандай жамандық ойлаған жоқпын, мен сіздің қызыңыз болғым келген, деді Інжу ақырын ғана. Дәл сол үшін кет. Деп кесіп айтты енесі. Мен сенің мүлайым түріңнен, жұмсақ күлкіңнен, жымыңдаған көзіңнен шаршадым. Жалған болмысыңды көріп тұра алмаймын. Кет. Сол сәт. Сол бір жалғыз ауыз сөз кет, бұл үйдің іргесін сөгілген, жүректен перде сыпырылған сәт еді. Бауыржан жұмыстан келгенде Інжу жылап отыр еді. Аманкүл апа үнсіз. Қасарысып қатып қалған. Мүсін секілді. Бұл не, анашым? Деді ұлы аң-таң болып. Таңда. Деді Аманкүл қатқыл үнмен. Не әйеліңді, не мені. Екеуміз бұл үйде бірдей сия алмаймыз. Мен мына қатынмен бірге тұра алмаймын, деді анасы. Бауыржан алғаш рет үнсіз қалды. Бүкіл өмірі, бүкіл сенім мен балалық шағының бейнесі анасының көзінде тұнып тұрса да, жүрегі екеуінің арасында екіге айырылып кетті. Бірақ ештеңе дей алмады. Сол түні Інжу үнсіз ғана киімдерін жинады. Даусын шығармады. Ешкімге реніш айтпады. Тек табалдырықтан аттап бара жатып артына бір бұрылып қарады. Сол бір көзқарас жанға шаншу салған көзқарас еді. Аманкүл апа теріс қарап тұрды. Сырттай жеңіске жеткендей. Ішінде бос. Бірақ ол бос кеңістікті әлі ұғынбаған еді. Үй енді өзіне ғана тиесілі. Енді бұл өзінің иелігі. Ұлы жанында. Аманкүл апа ертеңде таңертең ұлына өзі шай әзірлеп берді. Баяғыдай әңгіме бастауға тырысты. Бауыржан, анау бір ескі сурет есіңде ме? Деді. Ұлы басын изеді, бірақ жауабы қысқа. Келіні кеткен соң Аманкүлдің тынысы ашылып, үйі кеңейіп қалғандай болды. Еден жуып, ыдыс тазалап, шайын өзі қалағанынша демдеп, дастарханын өзі жайды. Міне, тыныштық деген осы. Деді бір сәт көңілі толып. Бірақ бәрі біртүрлі үнсіз. Қасықтың сыңғыры да шексіз кеңістікте жаңғырып кететіндей. Ас үй бұрынғыдай жылық шашпайды. Дастархан басында тек шай бар, бірақ сөз жоқ. Ұлы бұрынғыдай емес. Көзі шаршаңқы. Әңгімеге зауқы жоқ. Тамақ ішіп болған соң үнсіз бөлмесіне кіріп кетеді. Үй үнсіз. Бірақ сол үнсіздік ішінде Інжудің ізі қалып қойған еді. Тым-тырыс жүрісі, ештеңеге міндет артпайтын мейірімі, бір кесе шайды енесінің сүйіп шетінде етіп құйып беретін нәзік қолы, бәрі де осы үйдің сәніне айналып кеткен екен. Аманкүл апа алғашында бұл сезімін мойындамады. Бірақ кешке қарай терезе алдына барып отырған кезде дәл алдындағы бос орындыққа көзі түсе беретін болды. Сол орындықта бұрын келіні отыратын еді. Басында аңсаған тыныштық еді. Енді сол тыныштық өз салмағымен жаншып бара жатты. Кеш түссе болды, үй ішін салқындық басып қалады. Дастархан басында бұрынғыдай екі кесе емес, жалғыз кесе ғана тұрады. Екінші кесені Аманкүл апа әдетпен алып шығады да, кейін қайта орнына қояды. Құдай-ау, үйренісіп қалған екенмін ғой деп күбірлейді кейде, өзінен өзі ұялып. Ал Бауыржан, ол бұрынғыдай емес. Жұмыстан кеш келіп жүрді. Кейде тіпті мүлде келмей қалатын болған. Келген күннің өзінде шай дайын, үй жылы, бәрі ана мейірімен жайнап тұрса да, Бауыржан үнсіз бөлмесіне кіріп кетеді. Жарық сөнбестен жатып алады. Ертесінде тағы үнсіз шығып кетеді. Телефоны да жауапсыз. Бұл үнсіздік емес, елеусіздік еді. Бұл жазалаудың ең ауыр түрі еді.
Аманкүл таңғы шайды бұрынғыдай әзілмен бастай алмайды. Кешке теледидар қосқанымен қарап отырған жан жоқ. Көп көрерменге арналған көрініс енді жалғыз кісіге арналған спектакль сияқты. Сол жалғыздықтың ішінде өмір сүріп жатыр. Кейде інжудің үй ішіндегі жай басқан аяғы, үнсіз қозғалған қолы есіне түседі. Әлгі қыз тым жуас еді. Тым жайлы еді дейді, дауыстап емес, жүрегімен сыбырлап. Сол күндердің бірінде қарашаның сұрқай кешінде терезе алдында ұзақ отырды. Қараңғы баяу түсіп жатты. Көше шамы жанды. Бірақ есік ашылмады. Телефон үнсіз. Түн ортасында пешке от жақты. Шай демдеді. 2 кесе. Бірақ екінші кесе иесіз қалды. Шай суып қалды. Келесі күні көрші үйдің келіні келіп жағдайын сұрады. Аманкүл сәл үнсіз отырып, жалғыздықтың дауысы болады екен деді бір кезде. Кешке естіледі. Түнде қаттырақ естіледі екен. Мен оны келін деп емес қарсылас деп көрдім. Баламды тартып алған адам деп ойладым. Ал ол жай ғана менің жалғыздығымды бөліскісі келген екен деді күрсініп. Сол түні үй тағы да бос қалды. Сыртқы есік сол күйі ашылмады. Ішкі жүрек тыншымады. Аманкүл алғаш рет өз қолымен салған қамалдың тас дуалы ішінен қашып шыққысы келді. Бірақ тым кеш еді. Көзіне жас келді. Бұл шарасыздықтың, кеш түсінген мейірімнің, кешігуге болмайтын мүлгіген өкініштің жасы еді. Кезінде өзі төрінен қуып жіберген келіннің жай ғана сәлемін, үнсіз жүрісін аңсайды деп кім ойлаған. Аманкүл апа кеш батқан сайын жүрегі алақұйын күй кешетін. Есіктің кілті бұралып ашылғандай дыбыс шықса, селт етеді. Көшеден таныс аяқ дыбысы естілсе, тұла бойы шымырлап, жүрегі дүрсілдей жөнеледі. Бірақ үміт қашанда жалғыз келеді, жалғыз қайтады. Бауыржан 3 күн бойы үйге оралмады. Телефон үнсіз. Ізде жоқ, хабар да жоқ. Аманкүл үшін сол 3 күн 3 ғасырдай өтті. Үйдің әр бұрышынан үнсіздіксіз болып көтеріліп, жанын тырнап жатты. Көршілердің бір ауыз сөзі тас болып басына түсті. Әй, ол бір балалы әйелдің үйінде тұрып жатыр дейді ғой. Бұл сөз у еді. Ол у жүрекке баяу тарап санаға жеткенде Аманкүл тұншығып бара жатты. Жоқ, мүмкін емес деп күбірледі. Қанша рет өзіне айтты. Қанша рет сенгісі келмеді. Бірақ ішкі түйсік шындықтан ешқашан алыс емес. Сол күні Аманкүл әлгі әйелдің үйін тапты. Ескілеу үй. Ауласы шашылып жатыр. Бірақ Аманкүл тек бір нәрсені іздеп келді, өз баласына келді. Есікті Бауыржан ашты. Баяғыда емес. Шашы өскен. Жүзі шаршаңқы. Көзінің нұры әлсіз. Іштен бір әйел шығып. Кім келді, Бауыржан? Деді. Сол сәт жүректің ішінен бір тілім бөлініп жерге түсіп кеткендей болды. Бауыржан. Бұл есім, бұл үн тек өзіне тиесілі еді. Енді біреудің аузында жатталыпты. Келіні де емес, мүлдем бөтеннің. Аманкүл бар даусымен айқай салды. Сен не істеп жүрсің мұнда? Анаң тірі тұрғанда жат үйге кіріп алғаның не деген сұмдық? Сен менің балам едің. Менің бар үмітім едің. Бауыржан тұнжырай қарады. Анау, мен өз шешімімді жасадым. Бұл шешім бе? Анаңды тастап бөтеннің үйіне кіріп алғаның шешім бе? Бауыржан жауап қатпады. Жанындағы әйел үнсіз. Кеттік үйге, Бауыржан, сен менің баламсың. Сенің бұл жерде қалғаныңды қаламаймын. Мені жалғыз қалдырып кеткенің не? Деді Аманкүл. Бірақ ұлының үні тастай ауыр, мұздай суық болды. Жоқ, мен осы үйде қалам деді. Мен жалғыз қалдым ғой деді Аманкүл сыбырлап. Бұл шын сұрақ еді. Бірақ бұл сұрақ ешкімге тиесілі емес болып қалғандай. Жауап болмады. Аманкүл үйге жалғыз қайтты. Көше шамдары баяу жанып кеш түнге қарай тереңдеп бара жатты. Жол бойы көзіне жас келмеді. Бірақ ішінен бірдеңе үзіліп жатты. Бұл кәдуілгі жалғыздық емес еді. Бұл тірідей айырылу еді. Сезімнің, сенімнің, сағыныштың, ана жүрегінің жібін бір сәтте үзіп түсер айырылыс. Ол айырылысты сөзбен емес, тек үнсіз жүрекпен ғана сезінуге болатын. Сол түні үй іші бұрынғыдай емес еді.
Сырттай бәрі орнында. Тек енді бұл үйдің ішінде ана бар, ұл жоқ. Тамақ бар, тәбет жоқ. Тыныштық бар, жылу жоқ. Ал жастыққа енді көз жас емес, кешірілмеген өкініш сіңіп жатты. Сол күннен кейін Аманкүл апа өмірдің шетіне қарай баяу сырғи берді. Күні бойы ескі суреттерді құшақтап отыратын. Бауыржанның бала кезінде анашым, мен сізді ешқашан тастамаймын деп жазған бір жапырақ қағазын жүз қайта оқып, әр әрпін саусағымен сипап, көз жасына шайып отыратын. Үстелде енді екі кесе емес. Жалғыз ғана. Кейде ол да бос. Ас үй тым-тырыс. Тек сағаттың тықыла. Қабырғадағы уақытта су. Үнсіз. Ал жүрек тілім-тілім. Сол үнсіздікте бір шындық сілкініп барып, жүректің түбінен бас көтерді. Кейде ана баласынан тірідей айырылады екен. Өйткені жүректен алыстау өлімнен де ауыр. Күннің нұры азайған сайын Аманкүлдің жүзі де көмескілене берді. Баяғыда жарқыраған үй енді сұрғылт. Терезеден түскен жарық көмескі. Пештегі шырақтың жарығы әлсіз. Аманкүл апа аз күннің ішінде күрт қартайып кеткендей еді. Жүрісі баяулаған. Еңсесі елген. Кей күндері басын көтеріп отыруға да дәрменсіз. Шайдың иісіне жүрегі айниды. Тамақ атаулыдан жерінген. Түн ортасында қалтырап оянады. Жападан жалғыз. Қаңыраған үйдің іші үні жоқ, үнсіздікке толы. Бауыржан әне келеді, міне келеді деп күтеді. Бірақ олай болмайтынына да үйреніп қалған. Есік ашылмайды. Телефон үнсіз. Ең қиыны, жанында ыстық шай беретін, бір ауыз жылы сөз айтатын адам жоқ. Көрпе су, жастық тастай. Қолы қалтырап кеседегі қара судың өзін көтере алмайды. Бәрі қозғалыссыз. Уақыт тоқтап қалғандай. Жалғыздықтың көкесін енді танып жатыр. Аузына қара судың өзін тамызатын жан жоқ. Ыстығы көтеріліп төсек тартып жатыр. Осылай өліп кетсем, үйімде шіріп көңілсіз қалып кететін шығармын деп те ойлап қояды. Түн ортасы ауа, сыртқы есік баяу сықыр етті. Баяғыдай жүрек селт етпеді. Күтуді әлдеқашан қойған. Бірақ үйге бір таныс иіс енді. Бір жұмсақ, естілгенде естілмеген аяқ дыбысы бөлменің тыныштығын жарып өтті. Апа. Бұл Інжудің үні еді. Сыңғыр үн емес. Сыбыр үн. Сағыныштан жаралған үн. Ақырын басып төсекке таяп келді. Аманкүл көзін ашпаса да мойнын бұрып еді. Екеуінің арасындағы үнсіздік жылдарға татитын үнсіздік еді. Мен келдім деді Інжу жеңіл ғана. Аманкүлдің көзінен домалаған жас үнсіз ғана бетінен сырғып түсті. Сен неге келдің? Деді сыбырмен. Даусы мұңнан жаралған. Інжу ештеңе демеді. Енесінің маңдайын сипат. Ыстық шай жасап әкелді. Қасықпен, баппен, балаға су бергендей асықпай беріп отырды. Көзіндегі жасын үнсіз сүртті. Қолын ұстап қан қысымын өлшеп отырды. Кешірім ешқашан сөзбен келмейді. Кешірім ісімен келеді. Міне, дәл осы сәтте Інжудің қолымен, үнсіз қамқорлығымен келіп отырды. Сол түні Інжу бөлмеден шықпады. Аманкүлдің жанында отырды. Тынысын тыңдап, деміне дем болып, кешірімді айтпай-ақ ісімен білдірді. Түн тым ұзақ болды. Бірақ бұл түн жүрекке жарық әкелген жалғыз түн еді. Кешірім сөз емес, сезім екенін дәлелдеген түн болды. Аманкүлдің тілі әзер қозғалды. Бірақ жүрегі қайтадан тіріліп жатқандай еді. Сол бір әлсіз сыбырмен тереңнен шыққан шындықтай. Сен келдің бе, Інжушым? Мен қатты қателестім деді. Жауапта сыбыр, бірақ мейірімге тол. Апа, мен бәрін түсінемін. Сол үшін келдім деді Інжу. Сен менің қызымдай болған келінім едің. Мен сені қуып жібердім деді Аманкүл өкінішін білдіріп. Сіз мені қуған жоқсыз. Жай ғана жалғыздықпен күрестіңіз. Ал мен енді жалғыз емеспін. Сіз де жалғыз емессіз деді келіні. Сол түні Аманкүл алғаш рет тыныш ұйықтады. Жастығы су емес, жылы еді. Өйткені төсегінің жанында жақын адамы отыр. Жүрегінде үміттің әлсіз жарығы тұтанды.
Таң бозарып атқанда терезеден сығалаған күн сәулесі бөлменің ішін әлдебір жылы нұрға толтырды. Аманкүл апа төсекте әлі жатыр. Бірақ ішкі әлемі бұрынғыдай емес. Бұл сыртқы емес, жүрекке түскен жарық еді. Інжу шай демдеп дастархан жая бастады. Апа, сізге айтып үлгермедім деді келін. Айта ғой, айналайын деді Аманкүл, жүзіне жылылық ұялап. Мен балалы болғалы жүрмін. Сол сәтте Аманкүлдің жүрегі шым ете қалды. Көзінен жас тамды. Бірақ бұл жолғы жас, өкініштің емес, үміттің жасы еді. Құдай-ау, мен енді әже болам ба? Иә, апа. Әже боласыз. Егер қабылдасаңыз. Аманкүл келіннің қолынан ұстап, әлсіз саусақтармен сипалап. Кешір мені, қызым. Менің саған жасағандарым кешірілмейтіндей көрінеді. Бірақ сен келген сәттен бастап мен қайта тірілдім. Сен мені тірілттің. Ең бастысы, сіздің тірі жүрегіңіз, апа. Баламызда, біз де сол жүрекке қарай бұрылып келдік. Сіз бізге ауадай керексіз деген Інжу өзіне ғана тән жылы жымиды. Енді Інжу жай ғана келін емес. Ана атанбақ. Ішінде Аманкүлдің жалғасы. Оның ұлының ізі. Оның өмірінің өрісі. Сол сәтте Аманкүл алғаш рет мойындады. Мына қыз менің келінім ғана емес. Бұл менің жалғасым. Менің ұрпағымның анасы деп ойлады да, жүзін суытып, әлденені ойланып кетті. Соңынан, біз оны қайтарамыз, Інжу екеуміз бірге барып қайтарамыз деді. Інжу үнсіз ғана бас изеді. Келесі күні таңмен таласа екеуі киінді. Аманкүл баяу қозғалады. Аяғын ауыр басады. Бірақ жүрегі бұрынғыдан жеңіл. Үйдің сыртқы есігі жабылды. Бүгінгі таң ерекше. Ал жүректерде жаңа үміт. Олардың алдына ұзақ жол күтіп тұр. Бірақ бұл жол кешірім мен сағыныштың, сүйіспеншілікпен қайта табысудың жолы еді. Бауыржанның да күндері өкінішпен, уайыммен өтіп жатқан еді. Жаңа ортаға сіңісу қиын екен. Жесір әйелдің үйінде жүрсе де, ол бұл жерде өз орнын таба алмады. Бөлмесінде бөлек төсекте оянып, бейтаныс баланың жылаған дауысы оның құлағына түрпідей тиетін. Алғашында бәрі басқаша болатын. Ыстық сезімдер басылғасын, бұл ортаның ерекшелігі де жоғала бастады. Ол өзіне жаңа өмір бастамақ болып, жаңа отбасының ішінде орын алуды қалайтын еді. Бұл жер менің отбасым. Ескі өмірмен қоштасамын деп ойлап келген. Бірақ уақыт өте келе, бұл үй оған өзінің болмысымен жат екенін түсінді. Ол өз жүрегінің бір бөлшегі ретінде сезініп көрмеген үйде өзін бөтен сезінді. Бұл оның екінші үйі емес екен. Жесір әйелдің де іштей шаршағаны байқалады. Бауыржан үшін ол бұрынғыдай жылы да, мейірімді де бола алмады. Бөлмелер арасындағы үнсіздіктер мен қысқа сөздер олар арасындағы байланысқа айналды. Тамағың столда. Балаға қарасаңшы, мен шаршадым. Ертең бір амалын тап. Ақша тап. Деген сөзден басқаны есітпейтін болды. Бұл сөздермен бірге олардың күнделікті қарым-қатынасы қысқарып, салқындық орнады. Әрбір таңмен бірге ол өзін бір қонақтай сезінді. Мұндағы күндер бұған тән емес. Ол өз отбасына, өз үйіне, анасының мейіріміне, Інжудің күлкісіне, дастархан басындағы тыныштыққа, жылы үнге жақындай алмай қалғандай болды. Әр кеш сайын жұмыстан келіп терезеден көшені ұзақ қарап отыратын. Жүрегінің бір түкпірінде кеткен өмірді, өткен күндерді іздейтіндей. Алдағы жол, болашақ, бәрі мұңды сияқты көрінетін. Ол кеткісі келді, бірақ бір сәтте бәрі оны тоқтатып қалғандай, жіпсіз байланып қалғандай сезінетін. Кете алмайтын. Неге екенін өзі де түсінбейтін. Қайтар жол ауыр еді. Оның барлық сезімдері мен үміттері біртіндеп үзіліп, жаңа өмірге деген сенім мен шынайы ізденістерге қалды. Үйге қайта оралғысы келді, бірақ оның ішінде жылылық жоқ екенін түсінді. Өз үйі мен өз жүрегі тек сол өткен кезеңде қалды, бірақ сол кезде оны қайта табуға үміт қалмады. Бауыржан бұл үйінде тұрып жатқанда көп ойланатын. Анасына, келіншегіне барғысы келетін, бірақ ішіндегі бір түсініксіз күш оны тоқтатып тұратын. Ол қайтар жолды таңдап, бәрін қайта бастай алатынын ойлаумен күндер өтіп жатты. Мен үйге оралғым келеді. Інжуді үйге әкелгім келеді.
Анашыма түсіндіріп, бәріміз бірге өмір сүрсек деймін. Бірақ ол жаққа аяғым тартпайды. Неге? Деп ойлаушы еді. Қалай болғанда да бұлқынып кетейін десе, аяғын тұсаулап тастағандай осы ортадан қозғала алмайтын. Аяқ қолын, бүкіл денесін шынжырмен осы елдің үйіне тұсаулап тастағандай тырбете алмайтын. Сол бір күн қарапайым күн сияқты басталды. Түс ауа есік қақты. Бауыржан есікті ашса, табалдырықта Інжу тұрды. Оның жүзінде ерекше бір жылылық бар еді. Оның артында анасы Амангүлде тұрды, баяу дем алып, бірақ көздерінде мейірім мен үміттің сәулесі жарқырап тұр. Ол Бауыржанға қарап, жүрегінің тереңнен шыққан үнмен ішкі үнін жеткізгенде, сөніп бара жатқан көз нұры қайта жанғандай болды. Бауыржан сәл кідірді. Бұл оның жүрегінде шешім қабылдау сәті еді. Бірақ денесі өзі-ақ алға ұмтылды. Бойында түрлі сезімдер шайқалып, ішкі шектеулер, намыс, өкпе, бәрі сол сәтте қақ жарылды. Өзіне өзі келіп басын көтерді. Қалай айтса да бұл сәт енді өтіп кеткен еді. Анашым, Інжу, деп сыбырлады, бір сәтте екеуіне кезек-кезек қарады. Дауысы дірілдегенімен, ол өзінің сезімдеріне қарсы тұра алмайтын. Жылағанын байқатпауға тырысқанымен, көзіне еріксіз жас толып кетті. Інжу толқыған күйде, мен ренжіткен болсам кешір. Бірақ сен бізге керексің, деді. Інжудің дауысы сенімді, бірақ жүрегінде әлсіздік бар екені анық еді. Бауыржан ішінен ғана ауыр күрсінді. Айналасындағы әлем оның бір тұтам тыныштығын алуға тырысқандай сезінді. Сөздер бірінен соң бірі шыққанымен, оның жан дүниесі үнсіз еді. Тек үнсіз басын көтеріп жауап бергенше біраз уақыт өтті. Кенет Амангүл үн қатты. Оның сөзі әдеттегідей мейірім мен жүрек жылуының белгісі еді. Балам, сен өз балаңа керексің, деді. Бауыржан үндемеді. Тек үнсіз тұрды, көзіне жасы толып, оған қарсы тұратын ешқандай күш қалмағандай көрінді. Көзінің жасын сүртіп, басын иіп, анасын құшақтады. Анашым, мен қатты шаршадым, деп сыбырлады ол, ішіндегі барлық ауыртпалықты мойындағандай. Амангүл оны құшақтап, өзінің жүрегінің барлық жылуын бергендей сезінді. Үйге қайт, балам. Біз бәрін қайта бастаймыз, деді. Келіншегі мен анасының бірге күлімдеп тұрғанын көргенде, бойындағы шынжырлар шешілгендей болды. Бұрынғы ауыртпалықтар мен сезімдер артта қалды. Сол сәтте ол өзінің барлық ішкі бос орнын толтырып, тек бір нәрсені сезінді. Ол үйге қайтып оралады, отбасына қайта қосылады. Сол күні үйге үшеуі бірге кірді. Қорқыныш пен күмәннің, қателіктің орнына үміт пен жаңа бастамалар тұратын болды. Үйдің іші бұрынғыдай емес еді. Ол тек қабырғалар мен бұрыштардан тұрмай, жүректің тынысын сездіретін мекенге айналды. Онда енді бос орын жоқ. Бәрі өз орнына келді, мейірім, кешірім, ұрпақ, және бәрінен бұрын үпі. Үйдегі тіршілік жанда түсті. Амангүл апа баяғы самауырынға шоқ салып, Інжу шай үстелін жайнатып қойды. Бауыржан көптен бері алғаш рет шын, терең тыныс алды. Бұл қайта оралған тыныштықтың, қайта табылған отбасының алғашқы кеші еді. Үшеуі үнсіз отырды. Бірақ сол үнсіздіктің ішінде бәрі айтылғандай еді. Олар бір-бірінің жанында болудың өзі сөзден артық екенін түсінді. Бұл сәттерде үнсіздік олардың арасындағы ең күшті байланысқа айналды. Уақыт өткен сайын үйге келіп жатқан қуаныштың түрі өзгерді. Әрбір күн жаңа бастаманың, жаңа мүмкіндіктің белгісі болды. Қыс айларының ақ қарындай таза, нұрлы, бейбіт тыныштық орнады. Амангүл енді ұлы мен келіннің арасындағы сыйластық пен махаббатқа сүйсініп қарайтын болды. Ана жүрегі мейірімге толып, ақылдың кеніне айналған еді. Ол екеуінің бір-біріне деген шынайы ықыласын, жанашырлығын көргенде, жүрегі шаттыққа толып, іштей шүкіршілік етеді. Солардың тату тірлігіне қарап, осылардың бақыты менің бақытым деп ойлайтын болды. Алайда кейде ұл мен келіннің арасында аз ғана түсініспеушілік орын алса, көңілі алабұртып, жүрегі тыным таппай кетеді. Ештеңеге зауқы болмай, түн ұйқысы бұзылады. Өйткені ол ұлы мен келіннің әрдайым жарасымды өмір сүргенін, бір-біріне тірек, жан серік болғанын қалайды. Ол үшін ең үлкен қуаныш ұлы мен келіннің татулығы, бірлікте атқан таңы мен тыныш батқан кеші. Олардың арасындағы әр күлкіні, бақыттың үні, әрбір жылы сөзді жүректің сыры деп қабылдайтын болды. Бірлік бар жерде, береке бар дегенді санасына сіңірген ол ендігі бар үмітін ұлы мен келіннің тату шаңырағына арнайтын болды.
Аманкүл апа үйдің іші сыртын қайта жаңартып тырмаланып жүр. Оған қарағанда тек бір ғана нәрсе өзгермеді. Келіні Інжудің құрсағындағы бала және Бауыржанның жүзі қайтадан нұрланғандай. Әрбір ісі, әрбір қадамы жаңа өмірге, жаңа ұрпаққа арналып жатты. Аманкүл өзінің қарттық қадамына қарамастан, қолына жөргек алып, дүниеге келетін немересіне шағын бөлме даярлады. Балаға лайықталған кереует, кішкентай киімдер, жасыл түсті ойыншықтар, бәрі дайын. Ол өзінің жастық шағында анасының қолынан үйренген дәстүрлерге оралып, ерекше жан ашырлықпен бәрін орындап жатты. Бұл өмірдің жаңа парағы, жаңа бастамасы еді. Көп ұзамай көктемнің алғашқы жылы күні Інжу толғатып дүниеге ұл әкелді. Аманкүл жаңа туған нәрестені қолына алып, оған ұзақ қарап отырды. Көзіне жас алып, оның әрбір қимылын, әрбір тыныс алуын сезініп отырды. Бұл да менің ұлым, деді ол көзінен жас алды. Иә, апа. Ол сіздің немереңіз, деген Інжу да қуанып жылап отырды. Бауыржан өзінің эмоциясына ерік беріп, апа, мен сендерге не деп айтарымды білмеймін, мен бәрін түсінемін, мен сендерді тастап кеткенде дұрыс істемедім, деді ол. Аманкүл оны құшақтап, жүрегінің тереңінен шыққан сөздерді айтты. Сен бізді тастап кеткен жоқсың, балам. Сол жағдайға мен итермеледім ғой. Енді біз бірге боламыз. Әрқашан бірге боламыз. Мені де кешіріңдер. Бақыт деген осы екен ғой. Бақыт деген екеуіңнің татулықтарың екен ғой. Бәрін түсіндім, деді Аманкүл апа. Бұл тек отбасылық бірігу ғана емес, бұл өткеннің бәрін кешіріп, жаңа бастамаларға, жаңа өмірге қарай бір қадам жасау еді.